Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай күрделі құрақ құрайтын боламыз. Оған керегі бізге блюр матасынан лента, ақ шыт матасы және де осындай төрт бұрышты блюр матасы керек. Ең алдымен біз ортасын белгілеп аламыз. Сосын матамыздың түгіне қарай оны тігетін боламыз. Түгі төменге қарап тұру керек. Ортасына қоямыз да төрт бұрышымызды тігіп аламыз. Квадратымызды тігіп болдық. Енді ақ лентамызды оған қарама-қарсы қойып тіге бастаймыз. Блюр матамыздың түгі болғандықтан, оның түгі әрдайым төмен қарап жатуы тиіс. Қарама-қарсы ақ лентамызды тігіп болған соң, көк лентамызды да дәл солай тіге бастаймыз. Тігісімізге 0,3-0,5 см беріп тігеміз. Лентамызға қарап, ақ лентамызға ақ, көк лентамызға көк лента қойып тіксек, сіздерде видеодағыдай әдемі құрақ шығатын болады.
Міне құрағымыз да дайын болып қалды. Енді оның шетін айналдыра тігіп аламыз. Қыздар, құрағымыздың шетін қиып болған соң біздің құрағымыз дайын болады. Керекті заттардың бәрін описанияға жазып қалдыратын боламын. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.